Менің жұбайымның сіңілісі Алматыға жұмысқа орналасуға барады. Ол кісі корей тілін үйреніп жүр, қазақ тілін біледі. Ауылдың қызы, ол Алматыда жұмысқа конкурстан өте алмай, қабылданбай қалады жұмысқа. Неге білесіз ба, неге? Өйткені ол орыс тілін білмейді екен. Сонда Қазақстанда кім қысым көріп жүр? Қазақ тілін білмейтіндер ма, жоқ әлде орыс тілін? В Казахстане не то, что нет русофобии, у нас есть казахофобия. Вот в больших городах, Алматы, Астана, да, казаху, который говорит только по-казахски, ему очень сложно найти хорошую работу. А казаху, который говорит хорошо по-русски, пишет хорошо по-русски, он найдет работу без проблем. В больших городах вот так происходит. Интересно. Қазақ тілдінің көп жағдайда жылдам орналасатын жұмыстың тізімі бар ма сізде? Шамамен осындай жұмысқа тез орналасады деген. Менде бар. Қандай? Күзетші, бармен, тілді официант. Орысша білмейді, қазақша ғана сөйлейтін ауылдың баласы. Рас қой ол. Қайда жұмысқа тез тұра алады? Жаңа мен айтқан. Бұл қандай қысым сонда? Қар күруші. Бұл қалай аталамыз? Казахофобия ма? Бұл қызық құбылыс қой. Бұл аяқшты жағдай. Мен келсем, мен Яковпен толық келсем, мен сізбен толық келсем. Және де Зюганов сияқтылар осындай әңгіме айтқанда, мен айтайын. Зюганов сияқтылар осындай әңгіме айтқанда, мен айтар едім, бізде русофобия емес, бізде қазақофобия көп.